Еренбек Айбек Орынбасарұлы, Түркістан облысы Түлкібас ауданы Керей ауылының Ордабай Ағыбайұлы атындағы жалпы орта мектебінің 5-ші А сынып оқушысымын. Білімнің көзін ашып, ең алғаш ғылым саласын танытқан, оқытып үйреткен кітап. Әр ұлттың, елдің келешегі мен болашағын баян еткен, тарихы мен өткенін жыр еткенде кітап болатын. Сондықтан да кітап әлемдегі құпиялы ұлы ғажайыптардың бірі, дейді Горький. Онда біз әлі білмейтін, естіп оқымаған қыр сыры көп. Оны тек кітаппен дос болған адам ғана құпиясын ашып, ғажабын танып біле алады. Кітап ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдыру біздің көрегенділігіміздің көрінісі болмақ. Ендеше ойымыз бен өмірімізді жақсартқымыз келсе, кітапты үзбей оқып, жаратылыс пен табиғаттың сырын ашуға ұмтылайық. Менің кітап оқудағы мақсатым білімімді шыңдасам деген арманым. Жақсы кітап жан азығы дегенде жан азығымды кітаптан толтырсам екен деймін. Мен сабақтан кейін бос уақытымда орталық кітапханаға келіп, кітап алып оқимын. Мен соның ішінде Сәбит Мұқановтың «Балуан шолақ» деген кітабын оқимын. Мен соны сіздермен бөліскім келіп отыр. Сәбит Мұқанұлы Мұқанов 1901 жылы 13 сәуірде Ақмола губерниясы Қызылжар уезінде дүниеге келген. Ол 1973 жылы 18 сәуірде дүниеден қайтқан. Ол қазақтың ұлы ақыны, жазушысы, ол қоғам қайраткер. Сәбит Мұқанұлы Мұқановтың шығармашылығының ішінен «Балуан шолақ» деген кітапты оқыдым. Сол кітаптың ішінде негізгі кейіпкер Балуан шолақ. Оның шын аты Нұрмағамбет Баймырзаұлы. Ол 1864 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Ол 1919 жылы дүниеден қайтты. Сәбит Мұқанов Балуан шолақ алып анадан туады. Нұрмағамбеттің ауылында көңілденіп, қызықты болып жатқан кезде полицейский урядниктер жиналыңдар, жоғалыңдар деп айтады. Түсінбей қалған халықтар тез-тез қимылдай бастады. Кейбір адамдар қорасына үйіне тығылып қала бергеннен шықпай қойғаннан урядник өрт деп айтады. Сол кезі қара түтін жаулап, бүкіл жерді от әкетеді. Олар сөйтін көшкен соң не істерін білмей қайда барамыз дейді. Біз не істейміз енді, қайда паналаймыз дейді. Сөйтіп біразы білмейміз дейді. Сөйтіп олар орналасатын орын ойластырып жүреді де, қысқа шөп бидай жететіндей үй соғатты. Сояқта орналасып жатқан кезде бір жаман жаңалық келеді. Көшесіңдер деді. Неге? Олар 3-4 үй крестьяндар келатыр дейді. Сөйтіп олар айтқан кезде уже крестьяндар таяп қалды. Тез босатыңдар деп айтып атқан кезде крестьяндармен қоса урядник те келіп қалады. Оларды урядник үйлерінен шығарып жібереді де крестьяндарды қосып қояды. Олар жиналып үлгермей кішкене заттарын алып 5-6 шақырым жерге тоқтап, ал қайда барамыз, не істейміз, қайда орналасамыз енді деген кезде патшаға бару керек дейді. Сөйтіп ол бір ауыл тұрғыны ашуланып, біз сол жүрек алыс жерге барып, біздің атымыз да жоқ дейді. Сол кезі басқа ауыл тұрғыны біз бірінші орналаспақ бұрын кәрі еңбектенген жастардың не істейміз дейді. Сөйтіп
ғанаға ашуланған тұрғын: «Я, сенікі дұрыс, бұларды қоныстанатын жер табу керек» дейді. Сөйтіп ол бір тұрғын: «Мен атымен әр ауылда аралап көріп келейін» дейді. Сөйтіп ол атына мініп әрі қарай кетіп қалады. Ал қалған тұрғындар біз де іздейміз деп кетіп бара жатқан кезде жалғыз қалған Нұрмағамбеттің әкесі Баймырзаға ауыл тұрғыны айтады: «Сен неғып тұрып қалдың?» деді. Сөйтіп Баймырза: «Баламды күтіп отырмын» деді. «Қай балаң?» «Нұрмағамбет» деді. Ол қайда жүреді?» деді. Баймырза: «Асау тайды үйретем деп кетіп қалып еді. Соң аман есен келсе болар еді. Оны таптап өлтіріп кетпесе жарар еді» дейді. Сөйтіп Баймырза оған жалғыз өгізі бар етін. Сөйтіп Қалампыр анасына Қалампырға айтады: «Қалампыр, үйде өгізді тауып әкел» дейді. Өгізді Қалампыр әкелген соң оны сол кезде аспан бұлттанып жаңбыр нөсерлейін деп тұрған кез еді. Өгізді көрген Қалампыр: «Наны суарып бетін, суарып кел бар, бүйірі бір-біріне жабысып қапты ғой» дейді. Кенетте сол кезде жаңбыр жауып кетеді. Сөйтіп Баймырза: «Жаңбырда өгіз су іше ме?» деп өзі ормандардың арасында жалғыз құдыққа шелек пен арқан алып, өзі шелекпен су алып шығуға кетіп қалды өгізімен. Сөйтіп ол өгізінің мүйізіне жіпті байлап, өзінің қарнына шелекті іліп алып, өгізді бері жөнелді. Сөйтіп ол төмен түсіп суды алып келе жатқан кезде сасық сары судың иісінен өгіз басын елеңдетіп құдыққа қарайды. Сол кезде шығып келе жатқан Баймырза құлайын деп қалады. Омен қоса өгіз де құлайын деп жатады, сазға аяғы тайып. Сол кезде сол құдықтың жан жағы бөренемен, таспен, сынық тастармен, саз балшықпен тұрған еді. Сол Баймырза не істерін білмей шелегін аяғына қысып ұстап, өгіз құлай түседі. Сол өгіздің мүйізінен ұстап қалады. Өгіз құласа Баймырзаны да алып кетеді дейді. Сөйтіп не істерін білмей қобалжып отырған кезде Баймырза: «Қалампыр, Қалампыр» деп айқайлайды. Оны сезген Қалампыр бір жамандық болғанын сезеді. Қалампырдың жиі айтатын сөзі бар болғыр еді. Сөйтіп ол дауыс шыққан жаққа жүгіре жөнеледі. Қарасы, құдықтың ішінде өгіз жатыр. Баймырза сол өгіздің мүйізінің жібінен ұстап талға байлап қояды да өгізді сыртқа шығарып жібереді. Сөйтіп Қалампыр айтады: «Жібінді менің аяғыма байла» дейді. Баймырза: «Неге?» дейді. «Неге дегеніне тез байла» деді. Баймырза байланған жерінен артылған жібін Қалампырдың жиленіне байлайды да Қалампыр: ал шығарайын» дейді. «Хауп» деп шығарып алады. Сол Қалампырмен қоса дауысты естіген кішкентай балалар мен әйелдер жүгіріп келеді. Жүгіріп келген соң Қалампыр Баймырзамен қоса өгізді де шығарып. Сөйтіп олар қуанып жатқан кезде алыстан Нұрмағамбеттің басы көрінеді. Қалампыр: «Қарағым, қалайсың, аман есенсің ба?» деп қуанып кетеді. Сол кезде жанындағы қоршаған әйелдер бар деп жатқан кезде Нұрмағамбет ары шегінді. Сөйтіп әйелдер таң қалып: «Міне, алып анадан туады, тай биеден туады»
дегендей қозғалмай тұр дейді. Сөйтіп үйіне кетеді. Сөйтіп олар үйінде болған кезде жатарда 5 жасында анасының 5 жасына шейін анасының сүтін ішіп келген соң, ол күнде азанда тұрған кезде анасын жақсы көргендіктен құшақтай береді. Сол құшақтағанына Нұрмағамбеттің сезімі толмай қайта құшақтай беретін еді дейді. Сөйтіп ертесіне Нұрмағамбет азанда тұрған кезде анасы қайттан қалайсың деп қал жағдайын сұрап жатқан кезде үндемейді. Сөйтіп Нұрмағамбет өз анасына сұрақ қояды, әкесі екеуіне. Көк күшік қайда дейді, қалампыр үндемейді. Тұрымтай қайда дейді, үндемейді. Сөйтіп қалампыр әне шудың кесірінен әкең екеуміз есімізден шығып кетіпті, байқұстар жанып қалған шығар дейді. Сөйтіп анасы Нұрмағамбеттің бетіне ұстап жүгіре жөнеледі. Қайран қоныс, қайран жер деп Нұрмағамбет ешкімге білдіртпей ішінен қайғырып отырады. Сәбит Мұқановтың Балуан шолақ деген кітабы ұнады. Мен де сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.